Если что, бұл қарапайым кола. Бәріңе сәлем, сендермен бірге мен Мелмисая, менің каналыма қош келдіңдер. Және бүгін тағы да менің каналымда бұрын-соңды болмаған жаңа рубрика болады. Ол сендер видеоның атауынан көргендеріндей та-да-да-дам 2022 жылға қорытынды. Қазір мен негізі бұл видеоны уже екінші рет түсіріп жатырмын. Өйткені бірінші рет түсіргенде мен, кстати, оны даже аяғына дейін әлі түсірген жоқпын, бірақ мен өте созып кеттім видеоны. Ендеше көп созбай кеттік. Сразу айтам, мен осы блокнотқа өзімнің сол 2022 жылға қорытындымды жазып қойдым, және сендерге де, кстати, советую, кеңес беремін, өстіп әр жылды қорытынды жасап отыруға. Бұл менің бірінші рет жасап отырғаным. Бір жылға қорытынды. Неге кеңес беремін? Өйткені бұл өте қызықты. Сендер өздеріңе осылай отчет бере аласыңдар. Біз негізі көбінесе ұмытып кетеміз ғой, бір жыл бойы не болды деп. Және бүйтіп жазып отыру сендер өздеріңнің өмірлеріңдегі өзгерістерді соны бүкілін байқауға өте жақсы көмектеседі. Және біріншісі, ол менің ақпанда 15-ке толуым, яғни 8 февраль күні мен 15-ке толдым 2022 жылы. Және осы жылдың 8 февралында мен уже 16-ға толам деген сөз. Ал кім білмеді, мен қазір 15-темін. Келесі маңызды сәт, ол 3-ші тоқсанның басында Аиданың келуі, яғни ол бізге новенькая болып келеді. Содан сол бірінші күннен бастап екеуміз өте жақын араласып кетеміз, сөйтіп жақын құрбылар болып аламыз. Негізі Аида екеуміз бастауыш сыныптарда бірге оқыған болатынбыз, где-то 2-3 сынып. Содан кейін біз ауысып кетеміз әртүрлі сыныптарға. И то біз жақсы былай араласпайтынбыз көп. Содан кейін енді келгенде екеуміз бірімізді көбірек танып, ұқсайтынымызды көріп, негізі екеуміз как 2 капли воды бар ғой. Мен бүйтіп айта берсем кете береді, сондықтан келесіге көшейік. Кім білмейді, кім біледі. Мен 2022 жылы 9-шы сынып оқып жүрдім. Және ясное дело, 9-шы сыныптың аяғында әр адам, әр оқушы госэкзамен тапсырады, және сол госэкзаменға тапсырумен миымыз қатып жүрді. Бірақ Аида келіп, менің сол скучный, тусклый, қиын кезеңдерім қызықты болып өтті. Екем всегда алдыңғы партаға отырып алып күліп отыратынбыз. Әйтеуір сөйтіп жүріп 9-шы сыныпты бітіреміз. Яғни госэкзаменді де тапсырдық уже. Және бізде июньнің где-то 11-і сондайда вручение болады, яғни аттестат береді бізге. Және мен қызыл аттестат аламын. 9 жыл бойы отличница болып жүргенімнің жемісі. Сол госэкзаменді тапсырмай тұрып, 17 майда мен өзім каналымда жоғалып кетем. Қазір мен байланыстырып айтсақ. 6-7 айға сол уақыттан бастап мен жоғалып кетемін. Енді ясное дело, 9-шы сыныпты бітірдім. Енді әр адамда ойлану басталады. 11-ге қалу, немесе 9-дан кейін колледжге кету. Негізі мен өзім 8-шы сыныптың аяғынан мұштажу білдім, что 9-дан кететінді. Өйткені 11-ге менің никак қалғым келмейді. НТ-ға дайындалу 2 жылды сол НТ-ға дайындалумен өткізу мен үшін жоқ, керек емес, рахмет. Негізі сол 8-шы сыныптың где-то аяғынан бастап мен мамамен өзім ойланатынмын. Мамаға айтатын, мүмкін Астанаға көшеміз, анау Астанадағы колледжға түсем деп. Бірақ ол кезде ол мен үшін бір жай ғана қалжың, немесе сондай арман сияқты болатын. Сөйтіп жүріп, әйтеуір 9-шы сыныпта біз уже көшуді ойлай бастаймыз. Сонымен қатар менің миым тек қана көшумен емес, қандай колледжға түсем деген ойлармен забитый болады. Әйтеуір сөйтіп ойланып жүріп, анам екеуміз 1-2 күнге Астанаға маған колледж таңдауға барып келейік деп шешеміз. Негізі сол кезде Астанаға бара жатқанда мен уверенный болатын, Килсқа түсемін деп. Сол 1-2 күндік сапарда біз бүкіл колледждарды, педагогический колледждарды аралап шығамыз, және мен Килсқа уже документтерімді өткізем, анау болады. И содан кейін ақырғы күні біз уже қайтатын сағат түскі 2-де қайтатын кезде мамам екеуміз таңертең педколледжға соны ғана көрмегенбіз, соған барып шығайық деп шешеміз. И барғанда маған ішіндегі аурасы, атмосферасы өте қатты ұнап қалады, неге екенін білмеймін. Мысалы, Килста жақсы колледж, молодежный, андай-мындай. Бірақ маған почему-то педколледж осыған түс деп тұрды. Şimdi бір нәрсе сөйтіп, әйтеуір Килстағы документтерді қайтарып аламыз да, осы педколледжға береміз, сдаем документы и сөйтіп түсемін. Содан біз семейге қайтамыз, там туысқандарым келеді Ақтаудан, Аяжам келеді,
тоже күшті кездер болды. Сол уақытта еще бізде Астанада осы үйімізде, вот осы үйде ремонт болып жатады. Содан кейін уже навсегда Астанаға кетуге біз 28 август күні жолға шығамыз таксимен. И орта жолда бізде машина сынып қалады, таксисттің машинасы. Олай болады деп біз тіпті ойлаған жоқпыз, өйткені таксист еще музыканы на всю громкость қойып сөйтіп күшті болып келе жатқанбыз. И машина сынып қалады. Но машина хорошо, что заправкада сынып қалады. Вообще сынып қалған негізі жақсы емес, бірақ заправкада сынып қалғанына шүкір әйтеуір, өйткені айдалада бір жерде сынып қалсақ, ол вообще жесть. Трэш, ужас болушы еді. Әйтеуір сөйтіп ол таксист басқа таксистті шақырып соған отырып, әйтеуір где-то түсте жетеміз сол Астанаға. Содан кейін үйді реттеу, там мебель, анау бүкілі басталады. Но это особо не важно. Сөйтіп жүріп, әйтеуір колледждағы менің бірінші қыркүйегім болады. Ары қарай особо қызықты айтатын нәрсе жоқ. Просто мен колледжға үйреніп, сөйтіп жүремін, там одногруппниктармен танысып. И содан кейін анам екеуміз семейге 2-3 күнге барып келеміз. Типа еще менің бір рекетім бар, соны тоже поддержка жасау керек. Астанада тоже стоматологтар бар, даже лучше деп айтуларым мүмкін, но біз барып көрдік, конечно, Астанадағыларға, но олардың бүкілі айтады, типа істеген адамның өзі қарау керек. Яғни мен семейде істеттім, и семейдегі стоматолог бару керек. Сөйтіп әйтеуір семейге барамыз, анда мен өзім старый одноклассниктарымды көремін, бір күнге оларға мектепке кіріп шығамын, әйтеуір күшті болып жүреміз де, содан қайтадан Астанаға возвращаемся, и анда мен уже Аидамен араласа бастаймын. Бұл уже басқа Аида, менің одногруппницам, екеуміз жақсы сөйлесіп кеттік, и подруги болып алдық қазір. Содан кейін осы менің ютубта жоғалып кеткен уақытымды қысқартқан, өзгерткен бір куратормен әңгіме болады. Мен әйтеуір дұрыс білмеймін, мен қашан сол кезде кураторыммен сөйлескенімді. Бірақ 24 қараша күні менде каналымда жаңа видео шығады, наконец-то. Соған мен благодарна шынымен. Өйткені сондай бір разговор маған керек болды, наверное. Содан бізде посвящение болады бірінші курстар аралығында. Где-то ноябрьдің 5 или 11 сондайда болады. Содан менде тағы да қарапайым колледждегі перваштың күндері басталады. Содан кейін менің әдеттегідей поликлиникаға қайта бара беретін, күнде бара беретін күндерім басталады. Мен өзім сондай аурушаң қызбын да. И семейде де мен сондай болатын, қайта поликлиникаға қаралуға баратын. И вот Астанада да сондай күндер басталады, бірақ еще хуже, өйткені мен күнде бара беретін болам, күнде сабаққа кешігем, сондай менде бір қызық период басталады. Әйтеуір сөйтіп тағы бір күні мен вообще колледжға ешқандай параға бара алмай қалам. И бір кезде кешке мама екеуміз сол поликлиникадан келеміз үйге. И обычно шай ішіп отырамыз. Ештеңе ничего не предвещало беды. Ол кезде тамақ ішіп отырамыз, анау, и мама там телефоннан айфондардың бағасын қарап отырады. Мама еще кешке жұмысқа бару керек болады. Сол кезде мама айтады: "Жүр айфондардың бағасын көріп келейік." Біз ойланамыз, Абу-Дабидағы Технодомға барайық па, әлде Хан Шатырдағы Сулпаққа барайық па деп. Бірақ біз сайттан қарағанда Абу-Дабидағы Технодомда мен қалайтын белый айфон болмайды. Біз ол кезде еще 13-ді вроде қарап жаттық. Содан кейін жарайды деп, сразу Хан Шатырға барамыз. Там Сулпақта қараймыз, а олар айтады: "Тоже в наличии нету белого айфона." Сосын блин деп тұрғанда мама айтады: "Если 13-ді болмаса, почему 14-ді де алмаймыз?" деп сразу. И, кстати, ана жерде сондай бір скидкама, новогодняя акцияма болып жатады. Сол кезде әйтеуір мен белый айфон хотела и 256 гигабайт, чтобы прям видео түсіруге күшті болу үшін. И айфон 14-ті аламыз. Негізі анам екеуміз де, мен ғана емес, анам да бүкіліміз вообще не ожидали, что айфон аламыз деп, новый. Но сол күні почему-то бұйырып тұрды, сол күні, значит. Мен сол кезде видео көп түсірген жоқпын, өйткені өзім шокта болдым, шынымды айтсам. Как бы 6-й айстан 14-ші айфонға көшу, это же... Әйтеуір бірнеше фрагменттер түсірдім, соны қазір көре аласыңдар.
Ал менің старый айфоныма не болды десеңдер, ол дәл келесі күні мен осы телефонды алғаннан кейін істемей қалды. Зарядкасымен проблемы какие-то. Неге екенін білмеймін, но мен оны былай түсіндім. Менің старый айфоным, мен жаңа айфонға көшкеннен кейін маған ренжіп қалды да істемей тұр. Өйткені до этого бүкілі прекрасно работало. Ренжіп қалды, байкот істеді маған. Сөйтіп жүргенде бізде 28 декабрь күні колледжде Новый год болады, және сол кезде біз өзіміздің группамен Тайны Санта істейміз. Сөйтіп 1 январь күні Астанадағы менің ең бірінші жаңа жылым өтеді. Білмеймін, сендер бұл видеоны қашан көріп отырсыңдар, мүмкін уже жаңа жыл өтіп кетті. 2023 жылы 31 декабрьда мүмкін көріп отырсыңдар. Не важно. Әйтеуір менің айтқым келгені, сендерді жаңа жылмен құттықтаймын, сендерге бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін, ауырмаңдар, это самое главное. Главное денсаулық, ары қарай бақыт, байлық барлығы өзі келеді. Сонымен қатар өздеріңнің армандарына шаг жасауға қорықпаңдар. Ешкімнен қорықпаңдар, ешкімнен ұялмаңдар. Бүкіл өзіміз, свои родные. Уже түсінгендерінде осымен видео аяқталды. Сендерге қызықты болды деген ойдамын. Солай болса не істеу керектігін білесіңдер. Лайк, подписка, колокольчик и комментарий жазып кетіңдер. Сонымен қатар мен инстаграмға подписаться етуді ұмытпаңдар. Бұл жерде атауы шығады және описанияда болады. Ал сендермен болған мен Мелмисоя. Сау болыңдар.